Қайырлы күн, құрметті біздің көрермендер. Тамырлас подкастына қош келдіңіздер. Бүгін біздің қонағымыз Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі, ұлттық құрылтайдың мүшесі, сонымен қатар Мәдениет және ақпарат министрлігінің жанындағы медиация дамыту комиссиясының мүшесі, біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының медиация кеңесінің төрағасы Полатов Шерзод Абозұлы келіп отыр. Шерзод Абозұлы, қош келдіңіз. Көп рахмет сізге. Келгеніңізге көп рахмет. Мне бірден үлкен абырой сізбен сұхбаттасу осындай алаңда. Рахмет. Бірден сіздің барлық атқарылып жатқан қызметіңізді қарап отырсақ, бәрі де осы біздің қоғамда бірлік пен татулықты қалыптастыру үшін жасап жатқан қызметтеріңіз. Сондықтан осы салаға қалай келдіңіз? Негізгі өзіңіздің өмірлік қызығушылығыңыз не нәрседе? Әңгімені өзіңізден бастасақ. Әрине, білесіз, біз Тараз қаласының тумаларымыз. Негізінде жалпы айтқанда біздің ата-бабаларымыз Тараз қаласынан болады, бірақ мен әкем мен шешем олар Совет өкіметінің кезінде Андижан қаласында, Өзбекстанның Андижан қаласында оқу барысында олар екеуісі де дәрігер, медицина саласында оқыған кезінде олар сол отбасы құрып, мен сондай болып қалды, дүниеге Андижан қаласына келіп қалдым. Сосын олар оқуды бітіріп, үйге оралған кезінде біз мектепке барып, ары қарай дамыған кезіміз және де ой көтергеніміз ол Тараз қаласы болып табылады. Сондықтан мен өзімді Тараз қаласының тумасы деп әрқашанда есептеймін. Және де осы Тараз қаласында мектепті бітіріп, ары қарай оқуға біз шетелге нәсіп болған. Біз Пакистанның Исламабад қаласында халықаралық ислам университетін бітіргенбіз, исламтанушымыз негізінде. Сол бағытпен ары қарай біз тағы да білімдерді алып, мысалы мынау заңгерлік саласы бойынша біз магистратураны бітіріп, ары қарай осы білім негізінде жұмысымызды бастағанбыз. Және де 2007 жылы осы 2006 жылы біз бірінші Тараз қаласынан Алматы қаласына барып жұмыс бабымыз, сосын ары қарай Астанаға келген кезінде бизнес саласында көбінесе жұмыс істегенбіз. Бірақ сол Астана қаласына келген кезінде мына жерде біздің Тараз қаласының тумалары, белсенділері осы Астана қаласындағы өзбек этномәдени орталықты іске қойып, ашып, және де осы жолда олар көп жұмыстарды атқарған болған. Бірақ енді мен өзім заңгер болғандықтан, осы бизнес саласында құжаттармен көп істегендіктен, олар маған өтініш жасаған, келіп біздің осы орталығымыздың құжаттарын бәрісін реттеп бер деп, әшін бір-екі рет келіп, көмектесейін деп ниетпен барғанмын. Барған соң осы жағдайды көріп, өзбек мәдени орталық жаңа орталық болған сол кезде 2007 жылы ашылған кез, сосын 2008 жылы біз ашу рәсімін өткізгенбіз Астана қаласында. Сол кезде мен басқа орталықтардың тәжірибесін көріп, олардың құжаттарын үйреніп, өзіміздің реттей деген кезінде кішкене намыстандым, шын айтсам. Басқа орталықтар дамыған, олардың ансамбльдері бар, олардың әртүрлі бағытта жұмыстары, жақсы қайырымдылық жұмыстарды атқарып жатыр. Мен де айттым, бізде осы орталықта осындай жұмыстарды атқаруымыз керек деген ойлар туылды. Осындай сезімдердің негізінде мен енді ары қарай осы ассамблеяның жұмыстарына кіріп, қазір күнге шыға алмай жүрмін. Өте жақсы. Сондықтан осындай кездер болған. Әрине біз енді заңгерлік бағытта біліміміз бар болғандықтан, және де шығыстану бойынша, исламтану бойынша біліміміз болғандықтан, біз ғылымға, білімге жақынырақ болып, осы салада әрқашанда оқып, және де өзімізді дамытып келе жатырмыз. Және де осы сонымен бірге қоғамдық негізінде атқарылған осы өзбек мәдени орталықтың жұмыстарына белсенді түрде атсалысып келе жатырмыз. Сол бірінші кезінде біз төрағасының орынбасары ретінде, орталығымыздың дамуы үшін үлесімізді қостық. Ары қарай орталығымыздың төрағасы
республикалық көлемде төраға болып сайлаған кезінде бізді Астана қаласы бойынша төрағалыққа жамағат, яғни біздің осы әріптестеріміз сайлап, осы кезден бері 2 рет сайлау болды. 2 ретте мені бұл төрағалыққа сайлап, мені жібермей тұр. Өте жақсы. Сіздің жұмысыңыз ұнап тұр ғой сонда көпшілікке, егер де сізді 2-ші рет қатарымен сайлап тұрса осы лауазымға. Әлеуметтік мекеме білесіз ғой, енді этномәдени бірлестіктер олар ақысыз негізінде жұмыс істейді. Еріктілік негізінде жұмыс істейді. Енді ондай жұмысқа бару үшін жүрегіңде мықты сезім болу керек, түсінік болу керек. Сол кезде сен бара аласың. Яғни ақысыз жұмыс істеуге, яғни әрбір адам бара алмайды. Сондықтан бізде осыны тәрбие болған, яғни біз мынау бірліктің және де маңыздылығын түсініп, бірліктің осы керектігін түсініп, және де осы бірлігімізді күшейту үшін қандай үлес қоса аламыз деген ниетпен біз әрине әрбір мәдени орталықтың төрағасы болсын, белсендісі болсын, осындай ниетпен олар атсалысады. Яғни бірлігіміз, достығымыз күшейсін, достығымыз мәңгі болсын деген, яғни еліміз дамысын, тыныштық болсын елімізде. Білесіз ба, қандай ұлттың өкілін сұрамасаңыз да, яғни осы этномәдени бірлестіктерде көбінесе белсенділік танытып жүрген кісілерден сұрасаңыз, барлығы айтады: біздің елімізде тыныштық болсын. Бізге тыныштық керек. Тыныштық болса, бәрісі жақсы болады деген ниетпен әрбірі осы жұмыстарын атқарады. Сондықтан осы негізгі қағида болғандықтан, мен ойлаймын, әрбір адам өзінің болашағын ойлап, осындай яғни қоғамдық негізінде атсалысуға дайындығын әрқашан көрсетіп келеді. Өте керемет. Және осыдан да сіздің медиацияға деген қадамыңыз басталатын шығар, иә? Егер де біз бейбітшілікті, тыныштықты аңсайтын болсақ, онда оның жаңағы конфликттердің алдын алу да жұмыстары жақсы бір жолға қойылу керек. Ассамблея осы жұмысты 10 жыл бұрын бастап кетті, иә? Сіз де соның бірінші қатарында жүрсіз. Осы медиация деген не? Оны қалай қабылдайды және не үшін медиацияны дамытуымыз керек? Осы туралы айтып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз, Айгүл Кекметовна. Біз енді білесіз ғой, осы бірлігімізді қалыптастыру үшін, күшейту үшін бәріміз әртүрлі бағыттарда Қазақстан Халқы Ассамблеясының аясында үлесімізді қосып келе жатырмыз. Және білсеңіз, 2011 жылы біздің елімізде медиация туралы заң қабылданған. Осы заңын ары қарай дамыту үшін, осы саланы негізінде дамыту үшін Қазақстан Халқы Ассамблеясының 2015 жылы жүктелген болған. Яғни осы саланы дамыту үшін ассамблея көмектеседі деген заңда, яғни осындай көрсетілген. Сондықтан біз 2015 жылы ең алғашқы медиация саласы бойынша таныстыру, яғни осындай курстар ұйымдастырылған. Шетелдік мамандар келіп медиация саласын бізге үйреткен болған. Мен өте қызықтым. Неге десеңіз, жалпы мен енді шығыстану болғандықтан, менде осындай яғни бағыттар ислам танушы болғандықтан, ол жерде көрсетілген осы яғни халықтардың бастарына бірлестіру және де достыққа шақыру деген негіздер де бар еді. Сол маған өте қызықты болды. Осы медиацияда осы яғни сотқа алып бармай, осы татуластырып, яғни осы дауға түскен тараптарды талқыластыру үшін, яғни келісімге алып келу болып табылған. Сондықтан осы саланы дамыту үшін маған өте қызықты болған. Мен не істедім? Ол кезде мен мынау бізде қоғамдық келісім республикалық мемлекеттік мекеме бар. Сол жерде мен ғылыми сарапшылық бағыт бойынша жұмыс істейтін бөлімді басқарып, осы саланы зерттеу бастадым. Сосын мынау ең мықты дамыған осы медиация саласын дамытқан яғни мемлекет ол Құрама Штаттар болып табылды. Сондықтан мен осы медиаторларды даярлайтын институт табып, енді мен ағылшынша білемін ғой. Сол олармен байланысқа шығып, тәжірибе алмасу негізінде олар мені шақырған. Мен Құрама Штаттарға барып, осы медиация бойынша 1 жылдық осы медиацияның магистр курсыны оқып келдім. Және де өзім осы ислам танушы болғандықтан өзімді білген салалар бойынша оларға да сабақ беріп келдім. Керемет. Осыны тәжірибе алмасу бойынша мен олардың осы салада медиация саласында тәжірибені үйреніп, қазіргі күнде осы елімізге келіп, осы тәжірибені бөлісіп келе жатырмын. Әрине, медиация саласы өте мықты жол және де тәсіл. Білесіз, мынау медиация бойынша
біздің елімізде біз қазіргі күнде көріп тұрмыз, әртүрлі бағыттарда мамандар жұмыс істеп келе жатыр. Кәсіби медиаторларымыз бар, қазіргі күнде қоғамдық негізде жұмыс істейтін қоғамдық медиаторларымыз бар. Енді жалпы айтатын болсақ, бұл тәсіл біздің ата бабаларымызда болған. Яғни кәмілмен болмаса да элементтері, яғни қандай бір құралдары қолданылады. Яғни татуластыру үшін біздің билеріміз, ақсақалдарымыз әрқашанда атсалысып келді. Мысалы, отбасыда қандай бір түсінбеушілік болса, сол кезде біз үлкендерімізге барамыз. Олар бізге осы мәселені шешіп береді. Яғни жалпы айтқанда татуластырып береді. Әрине, жолдары ерекше болған, олар мысалы үлкендер айтса, олардың сөздері біз үшін заң болған. Бірақ медиацияда кішкене ерекше. Медиацияда қазіргі күнде біз көретін болсақ, екі тарап өздері келісімге келеді. Өздері осы келісім үшін ұсыныстарды ортаға тастайды. Сол осындай негізінде, яғни бұл тәсіл қазіргі күнде біз әлемдік деңгейде қарайтын болсақ, Жапония болсын, Еуропа мемлекеттері болсын, олар осы саланы өте жақсы дамытып келе жатыр. Неге десеңіз, мынау Құрама Штаттарда медиаторлардың ұстаздары не дейді? Медиация ол заңдан үстінде дейді. Неге десеңіз, заң бойынша, сотта олар заң бойынша шешеді. Бірақ медиация ол құпиялық болған, яғни оның негізі құпиялық. Яғни медиация саласында қарастырылған мәселе ол жариялануға оны болмайды. Ол заңмен шектелген. Сондықтан олар мысалы заңға қайшы болса да мәселелер, яғни олар осы медиация арқылы шеше алады. Сонда негізгі мақсаты екі жақтың да мүддесі қорғалу керек. Әрине. Сондықтан осы медиация саласы бизнес салада өте жақсы дамып келе жатыр. Неге десеңіз, олар мысалы енді кейбір кезде қателіктерді жасайды. Әрбір бизнесте әрбір адамның қателіктері бар. Сол қателіктер үшін егер сотқа барсаңыз, олар сенің қателігің үшін және сені айыптайды. Бірақ медиацияда сен осы мәселеңді, яғни дауды шешу үшін осы сала арқылы сен шеше аласың. Енді осындай керемет тәсіл, көрдіңіз ба, бір жақсы нәрсесі бар. Соттан шыққан кезінде білесіз, көбінесе бір тарап наразылықпен шығады. Бір тарап ұтады, бір тарап ұтылады. Бірақ медиацияда екі тарап дос болып шықпаса да, дұшпан болып ешқашан да шықпайды. Неге десеңіз, олар екі тарапты да мәселені шешу үшін олар өздері атсалысады. Өздері ұсыныстар тастайды ортаға, және де өздері осындай келісім негізінде яғни татуластырады. Сондықтан осындай ерекшелігі медиацияның қазіргі күнде біздің халқымыздың арасында да, түсінген адамдардың арасында өте жақсы қабылданып жатыр. Және де мен ойлаймын, осы сала арқылы біздің осы қоғамда болған, яғни түсінбеушілік, қоғамда болған наразышылық, осыны яғни осындай нәрселер бәрісі яғни жақсы қалыпқа келеді деп ойлаймын. Кәмілмен сенемін, шын айтсам. Неге десеңіз, олар бір-біріне түсінсе, даулар, түсінбеушіліктер, конфликттер бір-біріне түсінбегендіктен пайда болады ғой. Бір нәрсені екі көз қараспен қараған кезінде олар осы дауға түсіп қалады. Сондықтан медиация арқылы олар бір-бірін түсіне бастайды. Сол біз бір-бірімізді түсіне бастасақ, яғни бір-бірімізді ерекшелігімізді, бір-бірімізді көз қарасымызды құрметтейтін болсақ, мен ойлаймын, осы біздің бірлігіміз ары қарай күшейеді. Сондықтан мен осы салада өзімді үлесімді қосып келе жатырмын. Яғни осы бірлігімізді алғашқы уақыттардан, яғни қалыптастыру үшін, күшейту үшін үлесіміз қазіргі күнде ол жалғасын тапып келе жатыр. Осы медиация арқылы қаншама медиаторлар даярлады. Солардың ары қарай яғни тәжірибесін күшейту үшін, олардың осындай кәсібилігін мықты деңгейге алып келу үшін біз оларға көмектесіп келе жатырмыз. Қазіргі күнде Айгүл Текебековна, білесіз бе, біз тек қана үйрету емес, қазір біз практикалық негізге көштік. Өте жақсы. Осы туралы кішкене нақтылап айтып берсеңіз, мысалы қай региондарда қандай тәсілдер қолданып жатыр, қандай қиындықтар болып жатыр? Айгүл Текебековна, білесіз, Қазан халқы ассамблеясының аясында неше жылдан бері, қазіргі күнде 10 жылдан астам уақытта біздің осы белсенділеріміз, Қазан халқы ассамблеясының осы медиаторлары да бар, жалпы осы салада жұмыс істеп келген яғни жанашырлар, олар әрине осы салаға өзінің үлесін қосып келе жатыр.
білесіз бе 6.000-дан астам медиацияның осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының алаңдарында үйреніп шықты. Әрине олардың арасында көбінесе адамдар тек қана тыңдаушылар болып шықты, кейбіреулер тек қана сертификат алу үшін болып шықты, кейбіреулері шын мәнінде осы салаға яғни көбірек мән беріп жақсы мамандар болып шыққаны да бар. Қазақстан Халқы Ассамблеясының аясында қазіргі күнде 1000-дан астам қоғамдық негізінде даярланған медиаторлар өз үлесін қосып келе жатыр, яғни жұмыс істеп келе жатыр. Және де 300-ге жуық кәсіби медиаторлар да бар. Олар бәрісі осы медиация саласын дамытып, өзінің осындай салаға яғни даярлап, яғни медиация жұмысын яғни қазіргі күнде кейбіреулер кәсіп ретінде қолданып келе жатыр. Әрине білесіз, Қазақстан Халқы Ассамблеясының бағыты ол этносаралық мәселелерге көбінесе бағытталған. Этносаралық қатынастарды күшейтуге бағытталған. Сондықтан біз осы медиацияны қазіргі күнде көбінесе осы этносаралық мәселелерге бағыттап келе жатырмыз. Осы этносаралық мәселелерде медиацияны біз қалай қолданамыз. Сондықтан осыған байланысты білесіз, сіз қазіргі күнде жұмыс істеп келе жатқан институтында қабырғасында біз білеміз, президенттің тапсырмасымен арнайы этномедиация орталығы болып табылды, ашылды. Осы орталықта да қазір біздің әріптестеріміз өте жақсы жұмысты атқарып келе жатыр, зерттеулерді жүргізіп жатыр. Енді әрбір бағытты дамыту үшін оны жақсылап үйрену керек. Және де халыққа қандай тәсілмен оны жеткіземіз, және де халыққа қандай көмек бере аламыз, халыққа жалпы айтқанда пайдамыз неде болады деген нәрсені зерттеу үшін, білу үшін осы үйрену керек. Сондықтан осы біздің медиация орталығының атқарып жатқан жұмыстары, осы зерттеу жұмыстары біздің медиаторларымыздың деңгейімізді көтеру үшін, біздің білімімізді арттыру үшін өте жақсы көмек болып жатыр қазіргі күнде. Сондықтан сізге және де барша ұжымыңызға да осы мүмкіндікті пайдаланып үлкен алғысымды айтқым келеді. Әрине енді біз айтып келе жатырмыз, біз теоретикалық негізінде көп нәрселерді үйрендік, және де үйреніп келе жатырмыз. Енді ары қарай біз осы яғни жұмысты практикалық негізде көшіруге бастадық. Бұл Қазақстан Халқы Ассамблеясының хатшылығының меңгерушісі Марат Алмаш Әзілханның тапсырмасымен біз осы практикалық негізінде халықпен фокус топтарды құрастырып, біз осындай яғни татуластыру жұмыстарды жүргізіп келе жатырмыз. Біз бұдан алдын Жамбыл облысына бардық, Алматы облысына бардық, Түркістан облысына бардық. Мына жақында өзімізбен бірге біз Жетісу облысына бардық. Біз осындай яғни келісулер арқылы екі топтардың осы дауға түсіп қалған екі этностың өкілдерінің бастарын қосып, оларға алаң жасаймыз. Яғни осы алаң арқылы бір-бірін тыңдауға мүмкіндікті береміз. Яғни біз олардың көкейінде жүрген мүдделерін, проблемаларын тыңдау үшін біз оларға сондай мүмкіндік береміз. Әрине, бұл жұмыстың бастамасы, мен ойлаймын, бұл біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелевичтің осы сайлау барысында бағдарламамен бізге жариялаған. Яғни халық үніне құлақ асатын мемлекетті құрамын деген ниетін білдірген. Бұл өте жақсы яғни бастама, және де бұл бағытта әртүрлі сала, әртүрлі мемлекеттік мекеме жұмыс істеу керек. Сондықтан Қазақстан Халқы Ассамблеясы да осы бағытта өз үлесін қосып келе жатыр. Яғни ассамблеяның ары қарай жұмысы халықтың үніне қарай, халықтың талабына сай жалғастыру керек. Сондықтан осы медиация саласы да осы бағытқа бағытталған. Біз қазіргі күнде мынау медиация саласını осы жолмен дамытып келе жатырмыз. Яғни біз білеміз, мынау осы кездесулерде біздің осы әріптестеріміз және де кездесуге келген біздің этномәдени бірлестіктердің төрағалары болуы мүмкін. Және де дауға түсіп қалған тараптары болуы мүмкін. Және де қоғамдық пікірдің көшбасшылары болуы мүмкін. Яғни әрбір сөйлей білетін адамдарды және де мәселені көтеріп жүрген
ақаларымыз, аналарымыз болсын, яғни белсенділеріміз болсын, оларды ортаға шақырып осы мәселелерді біз талқылаймыз. Бірақ талқылаған кезінде біз бір-бірімізбен дауға түспей, яғни тартыспаймыз, біз оны шешу жолдарын талқылаймыз. Осы жер өте қызықты болып тұр. Қандай сонда мәселелер айтылады? Мысалы, сіздер кездесуге барғанда, жаңағы фокус топтармен жұмыс істегенде, мысалы, қандай мәселе айтылады сол жерде? Білесіз бе, біз енді мына Жамбыл облысының Қордай ауданында болды. Сол кезде енді бір тарап егер осы біздің өзге этностың өкілдері мемлекеттік тілге көбірек қызығушылықты таныту керек деген ой пікірлерді айтады. Егер біз екінші тарапты тыңдайтын болсақ, олар айтады, біз мемлекеттік тілді үйренуге дайынбыз, бірақ бізге осы мемлекеттік тілді үйретіп бере алатын мамандар өте аз, жетпейді. Және де біз мектепке жіберген кезінде олар мемлекеттік тілде емес, орыс тілінде ары қарай сөйлеп жүреді деген ой пікірлерді жеткізді. Әрине бұл мәселе тек қана этностың қалауында жатқан емес, бұл жалпы мемлекеттік деңгейде шешілетін мәселе. Сондықтан осы мәселелерді біз тыңдаған кезінде олар да бір-бірін тыңдайды. Олар бір-бірін түсінген кезінде бір-біріне көзқарасы да өзгереді. Сол кезде осы этномедиациясының жұмысы практикалық негізде іске асырылады. Өте жақсы мысал. Мемлекеттік тілді үйренбеймін деп бас тарту емес, керісінше мүмкіндік іздеу ғой. Әрине. Сол нәрсеге келеді бұл шешім. Әрине, біз осындай кездесулердің нәтижесінде арнайы осындай мәліметтерді дайындап, біз қоғамдық негізінде ары қарай президент әкімшілігіне біз жеткізетін боламыз. Әрине, бұл осындай қоғамдық институттардың көзқарасы және де атқарылған жұмыстардың нәтижесін біз ары қарай жеткізсек, әрине олар өз шешімін ары қарай табады. Енді ары қарай, мысалы, біз Алматы облысында болдық. Білесіз бе, ол жерде де мынау ономастик мәселелер пайда болды. Яғни атаулар бойынша мәселелер көтерілді. Мысалы, мынау бір тарап, егер бізге мынау атаулар тек қана мынау біздің мемлекетімізге сай, біздің осы салт дәстүрімізге, біздің тарихымызға сай болу керек деген ой пікірлерді ортаға салған болса, екінші тарап бұл мәселе біздің шешетін мәселе емес деп шықты. Бұл мәселе тек қана, яғни мынау саясатымызға сай, біздің қажеттілігімізге сай шешілсе, біз яғни оған қарсы емес деген ой пікірлерді айтты. Яғни сондықтан біз дауларды көбінесе осы этнос аралық деңгейге түсіріп қоямыз. Негізінде бұл осы даулардың негізінде біз көріп отырмыз әлеуметтік мәселелер және де саяси мәселелер болуы мүмкін. Сондықтан біз осы мәселелерді егер қолға алатын болсақ, біз ойлаймыз, мынау этнос аралық даулар дейміз ғой. Елімізде шынымен де көп эксперттер біздің елімізде этнос аралық түсінбеушіліктері жоқ деп келеді. Мен осы нәрсемен келісемін, шын айтсам. Неге десеңіз, этнос аралық түсінбеушілікті даудың негізінде бір-бірімізге осындай, яғни жаман ой пікір болу керек. Бірақ бізде қалай? Бізде көп, әсіресе үлкендеріміз, олар әрқашан айтып келеді, біз ұлтқа бөлінбегенбіз. Біз бір-бірімізді тең, бірдей көргенбіз және көріп келе жатырмыз. Осы нәрсені біз жастарға да жеткізіп жатырмыз. Бұл нәрсе қай жерден пайда болды деген нәрселерді біз көп естіп келе жатырмыз. Сондықтан бұл нәрсені біз түсінуіміз керек, яғни халқымыздың арасында бір-біріне деген көзқарасы өте жақсы. Жылы көзбен қараймыз. Мысалы, қазақ халқы әрқашанда кеңпейілік халық. Білеміз ғой, қандай қиын қыстау замандарда біздің ата-бабаларымыз қандай қулық мінезді көрсетті. Ары қарай қазіргі күнде осы нәрсені мынау қиын қыстау замандарда бізге көшіп келген этностардың өкілдері, үлкендері де айтып, қазір жастар да оны үйреніп келе жатыр. Ризашылық негізінде мынау алғыс күні бізде болып өтті, көрдік. Қандай керемет сөздерді айтты. Яғни қазақ халқына, қазақ жеріне алғысымыз шексіз деп айтып келді. Әрине, осындай нәрселерді біз көрген кезінде біз түсінеміз, біз білеміз. Бізде этнос аралық
этностың бір-біріне деген көзқарасы өте жақсы. Сондықтан осы біздің сарапшылардың ойып, сарапшылардың осындай сөздері, яғни елімізде этносаралық даулар жоқ деген сөздермен мен келісемін. Өте жақсы, шынымен де мынау жақсы нәрсенің басын ашып бердіңіз. Өйткені қоғамдық талқылау кезде этникааралық қақтығыстар болып жатыр, немесе түсініспеушіліктер бар деп айтады. Сіз маман ретінде осыны жақсы анықтап бергеніңізге көп рахмет. Және де осы медиацияны біз ары қарай қалай дамытуымыз керек? Осыған қазір көзқарасыңыз қандай? Жалпы халық бұны қолдап келе ма? Қаншалықты адамдар қазіргі осы біздің медиацияға келіп жүгінеді деп айтатын болсақ, болашағы қандай, өзіңіз қалай ойлайсыз? Айгүл Келбекова, әрине өте орынды сұрақ, және де осы бағытта білесіз, қазір күнде өте жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Ең басында медиация саласын дамытатын институт болған жоқ бізде. Заң бар, бірақ кім және қайсы мемлекеттік орган осы жұмысты жүргізеді деген нәрсе болған жоқ. Біз барлық жиналыстарды, қаншама осындай сарапшылық кездесулер болған кезінде біз айтып келдік, бізге арнайы мемлекеттік орган керек, осы бағытты дамытатын, осы контроль жасайтын бір мемлекеттік орган керек. Құзыретінде осы жұмысты бақылайтын орган керек деген біз әрқашанда айтып келдік. Қазір күнде, Аллаға шүкір, білеміз, осы соңғы сессиясының тапсырмасының негізінде қазір күнде мәдениет және ақпарат министрлігінің бағытында осы медиация саласы қолға алынатын болды. Арнайы жұмыс тобы да құрылды. Осы жұмыс тобының біз жиналыстарында осы медиация саласын қалай біз ары қарай дамытамыз деген мәселелерді біз қозғап келе жатырмыз. Білесіз, мынау қоғамдық жұмыстарды ары қарай дамыту үшін арнайы концепция әрқашанда қабылданады. Осы министрліктің тарапынан осы концепциясына қазіргі күнде медиация саласын дамыту бойынша арнайы жұмыстарды көрсетуге біз жоспарлап отырмыз. Мен ойлаймын, осы бізге жақсы түрткі болады, және де медиация саласын біз дамыта аламыз. Сонымен бірге, Айгүл Келбекова, білесіз бе, бізде мынау Қазақстан Халқы Ассамблеясының қоғамдық кеңесінде бірнеше бағыттар бар. Аналар кеңесі бар, медиация кеңесі бар, және де бізде қазір күнде ақсақалдар, аталар кеңесі қолға алынып жатыр. Мен ойлаймын, біздің ақсақалдарымыз әрқашанда осындай мәселелерді шешкен. Сондықтан біз тек қана медиация саласын емес, біздің ұлттық құндылықтарымызды тірілту үшін және де оларды ары қарай, яғни жастарға жеткізу үшін біз ақсақалдардың құзырына, ақсақалдардың міндетіне біз осындай, яғни дауларды шешетін құралды қолға беруіміз керек. Өте керемет нәрсе екен. Сол кезде біз осы ақсақалдар кеңесінің, яғни жұмысын нақты көре аламыз. Медиация дама берсін. Медиация ол керек. Неге десеңіз, медиацияның бағыттары көп. Бірақ осы біздің даулардың шешетін біздің ақсақалдарымыз. Біздің осындай құлық мінездеріміз осындай. Біз үлкендерді әрқашанда сыйлағанбыз. Үлкендердің сөздерін тыңдағанбыз. Олардың айтқанын біз істегенбіз. Сондай халықпыз. Сондықтан біз ары қарай осы, яғни біздің бірлігімізді күшейту үшін, осы медиация саласын дамыту үшін біз медиация тәсілдерімен, мен ойлаймын, осы этномедиация орталығымен бірлесіп, Қазақстан Халқы Ассамблеясының осы белсенділері, кеңестің мүшелері бірлесіп, біз осы ақсақалдардың тізімін топтастырып, яғни ақсақалдар осы сөйле біле алатын, және ақсақалдың арасында осындай, яғни ораторларды сөз жеткізетін, және де яғни бірлікке шақырылатын ақсақалдарымыз көп. Неге десеңіз, біз аумақтарға барып жүрміз, көріп жүрміз. Мықты ағаларымыз бар, сөйле біле алатын, және де сөзін жеткізе алатын, және де оны халық құрметтейді және тыңдайды. Осындай ақсақалдарды біз ары қарай осындай этномедиация тәсілдерімен біз таныстырсақ, оларға көп емес, яғни керекті нәрселермен біз оларды қамтамасыз етіп, яғни оларға үйретсек, мен ойлаймын, осы біздің этномедиация институты да жақсы деңгейге көтеріледі, және де біздің елімізде біз өзімізді ұлттық санамыз дейміз ғой, ұлттық кодымыз дейміз ғой,
соны біз қолға алатын боламыз деп айтқым келеді. Өте керемет екен. Сіз бірнеше қызметті бірге алып жүрсіз. Сонымен қатар Мәдениет және ақпарат министрлігінің тарапында қоғамдық кеңестің де мүшесі боласыз. Осы туралы бір-екі сөз айтып өтсеңіз. Әрине, бізде осы сала негізінде осындай қоғамдық кеңестер өте жақсы бір алаңдар деп есептеймін. Неге десеңіз, қазіргі күнде бұл алаңдар өзінің күшінде көрсетіп келе жатыр. Неге десеңіз, қандай мынау үкім болмасын, қандай заң болмасын, және де қандай шешім болмасын, әрбір мемлекеттік органның құзырында. Біз енді бұдан алдын екі осындай мерзімде мынау сыртқы істер министрлігінде қоғамдық кеңестің мүшесі болып біз жұмыс істедік. Қазіргі күнде мынау Мәдениет және ақпарат министрлігінің құрамындағы қоғамдық кеңестің мүшесі болып, және де ұлтаралық мәселелер бойынша комиссияның төрағалығына бізге жүктеді әріптестеріміз. Әрине, осы алаңдарда біз мынау заңдар болсын, және де шешімдер болсын, олардың ары қарай яғни дұрыс болуына, және де әртүрлі көзқарастардан оған яғни ұсыныстар тасталған кезінде өзгерістер енгізіледі, және де олар ары қарай жақсы бір құжат болып шығады. Бір тараптылық құжат болып шықпайды, яғни барша тараптардан, яғни әртүрлі мамандар, сарапшылар сол кезде бұл яғни осы құжаттардың жақсы деңгейде болған даярлағанын көрінеді. Сондықтан мысалы мынау этносаралық мәселелер бойынша біз әрбір құжатты қарап шығамыз. Яғни бірлігімізге кедергі келтіретін мәселелер жоқ па деп болса, біз айтамыз, олар жөндейді. Сондықтан осы қоғамдық кеңестердің қазіргі күнде осы жұмыстары бірі осы яғни құжаттарды тексеру, және де өздерінің ұсыныстарын беру. Мысалы мынау біздің Мәдениет және ақпарат министрлігінің құрамындағы қоғамдық кеңестің жұмысы, мен ойлаймын, ол басқа қоғамдық кеңестер үшін үлгі болып табылады. Неге десеңіз, олардың осы жұмысы осы қоғамдық кеңестің мүшелерімен тығыз байланысы өте белсенді. Тек қана мынау есеп беру үшін жинамайды қоғамдық кеңестердің мүшелерін. Олардың осы әрбір мынау 90-дық сайын десек те, және де кез келген мәселелерді талқылау үшін кез келген уақытта олар осы қоғамдық кеңестің мүшелерін жинап талқылайды. Яғни өздері шешпей, яғни халықтың пікірін білу үшін атсалысады. Бұл да мен ойлаймын, мынау біздің президентіміздің халқымен құлақ асатын мемлекеттің құру бір құралы болып бір құралы және бір көрсеткіші деп айтсақ та болады. Сондықтан осындай жұмыстардың біз яғни болғанына біз өте қуаныштымыз, және көрген кезде біз осы шаттанамыз. Осы біздің елімізде болашақ өте жарқын болады деп сенеміз. Өте жақсы. Тағы бір жұмысыңыздың қыры бар. Бұл Қазақстан Халқы Ассамблеясының ғылыми сарапшылық кеңесінің де мүшесі болып келесіз. Менің білуімше, сіз өзіңіз бір монография дайындадыңыз. Ол не нәрсеге арналған, және сол монография жұмысы қалай болды? Соны айтып берсеңіз. Әкемекене, сіз бұл жұмыстың басында тұрдыңыз, біліп тұрып сұрап тұрсыз. Шын мәнінде жақсы монография шықты. Біз оның тұсаукесерін осы жылы ұйымдастыруға жоспарлап жатырмыз. Білесіз, Айгүл, біз мынау Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрамында қаншама этномәдени бірлестіктер жұмыс істейді. Негізінде Қазақстан Халқы Ассамблеясы осы этномәдени бірлестіктердің бастарын қосатын ұйым ғой. Сондықтан біз осы Астана қаласының, яғни өзбек этномәдени орталығының төрағасы болғандықтан, осы Астана қаласында өмір сүріп келе жатқан осы өзбектердің жағдайын зерттеп, және де елімізге осы белсенділердің арасында қандай үлес қосылды, және де қазақтардың осы қарым-қатынасы қандай деңгейде, осы барлық мәселелерді бір зерттеп, тарихи негіздерді қолға алып, біздің осы білімді, білікті ағаларымызды, ғұламаларымыздың ой пікірлерін негізге алып, жақсы бір жұмысты атқардық. Әрине, бұл жерде біз осы қазақ пен өзбектің осы бауырластығын,
көрсетуге. Және де мынау өзбектердің тарапынан мысалы қай салаларда қандай жұмыстарды атқарып және де қандай үлестерді қосқандарын көрсету мақсат. Неге десеңіз, негізінде біз енді бауырлас халықтар болғандықтан, яғни біз қандай үлесті қосып келе жатырмыз, қандай салаларда біздің осы өзбек этносының өкілдері көбінесе жұмыс істеп келе жатыр. Солардың бәрісін халыққа көрсету үшін және де жалпы мақсат Айгүл осындай нәрселерді біз көрсеткен кезде адамдар біледі, түсінеді және де бір-бірімізге сыйластық артады деп. Сондықтан осы мақсатпен біз осындай кітапты жазып бітірдік. Оны атауына өз ағам деп қойдық. Яғни ол да біздің Абай атамыздың кітаптарында көрсетілген сөздер ғой, өзбек өз ағам деп. Сондықтан осы астаналық өзбек этносының өкілдерінің өмірі бойынша, осы этномәдени бірлестіктің жұмыстары бойынша мәліметтерді халыққа жеткізу үшін осындай монографияны біз дайындадық. Құтты болсын. Егер де монографияңыз дайын болып қалса, онда біз тұсау кесерін күтеміз. Міндетті түрде сізбен тағы кездесеміз. Өйткені сіздің еңбегіңіз өте ауқымды, жан-жақты және біздің елге деген маңызы өте зор. Сондықтан сіздің барлық істеріңіз берекелі болсын. Атқарып жатқан жұмыстарыңыздың бәрі де нәтижесі жемісті болсын. Бүгін келгеніңізге, бізбен сұхбат құрғаныңызға үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Айгүл осындай шақырып, осындай алаңда жақсы ой пікірлерден бөлістік және де келе жатқан барша мейрамдарымызбен шын жүректен сізді де және де осы мекеме ұжымын да және де барша отандастарымды құттықтағым келеді. Аман сау болайық. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі Тамырлас подкастының қонағы болған Болатов Шерзод Аббозұлы, ал біз сіздермен әзірше қоштасамыз. Қош, сау болыңыздар, көріскенше.